Каналыма қош келіпсіздер. Бұл видеода қолдың сары жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге қолдың қаймағы керек. Қолдың 1 литр қаймағы. Мен бұл қаймақты тоңазытқышта 1 апта ұстадым. Өйткені балығын қаймақ сұйық болады. Ол тоңазытқышта тұрған сайын қоюланып, май жасауға өте ыңғайлы болады. Осылай барлығын алып аламыз ішінен, банканың ішінен. Қою болғандықтан алу қиынға соғып жатыр. Сол үшін мен видеоны тезірек жүргіздім. Бұл қаймақты араластыру үшін бізге миксер қажет. Миксерді бірінші жай айналдырып, кейін қатты режиміне қойып айналдыра береміз. Осылай айналдырған кезде өстіп іріп шығады. Бір 2-3 минуттай айналдырамыз. Сол кезде астынан суы шығады. Осылай суы шыққан кезде өзі қоюланады. Қою болып май болады. Сол кезде тоқтатамыз. Осылайынан майды жинаймыз. Жақсылап өстіп жинаймыз, араластырып. Араластырып жинап болғаннан кейін суық мұздай суға осылай араластырып суық мұздай суға тұз саламыз. Мен азырақ салдым. Бізде онша тұзды сарымайды ұнатпайды. Өз қалауларыңызбен тұз салсаңыздар болады. Осылай мұздай суға, тұз суға жуып аламыз, араластырып. Мен осылай 2-ге бөліп аламын. Осылай 2-ге бөліп алғаннан кейін пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа сақтап қойсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын.